маған ол дүниелер қызық емес. Себебі маған поддержка беретін адам бар, еркелететін адам бар, табыс табатын адам бар. Мен не істеймін? Бірақ енді сен қазіргі Инстаграмға, ТикТокқа салған дүниелерің, енді ол өзің өшірсең де бәрібір де ол айнала береді. Жаңағыда аккаунттары бар, тағы да копировать еткен, болашақта саған жолыққан жігіт, мысалы, екеуіңіз сөйлесіп жүрсіңдер, тағы да үйленуге бет бұрып жатсыңдар. Сол кезде қазіргі салған дүниелерің сол жігіттің ата-анасына кері әсерін береді деп ойламайсың ба? Мысалы, көруі мүмкін де баласы сен сияқты қызбен сөйлесіп жүр, и сенің страницаңа кірді, и обязательно табады ол видеоларды по-любому. Көреді да бүйтіп, мына оказывается там отбасындағы дүниені халыққа шығарған екен, мынандай тірліктері бар екен, то есть разборкалары бар ана отбасымен, мысалы ше, соны көріп, мысалы, қорқып баласын айтуы мүмкін да, бала мынау қыз что-то дұрыс емес сияқты, басқа біреу іздейсіз ба деген сияқты. Иә, бәлкім болады, өйткені мысалы ол мысалы болашақта мысалға енем менің бар жағдайымды білетін болса да, оған таныстар әкеп көрсетеді. Иә, көрсет әкеледі по-любому. Оның барлығын білем, бәлкім үйленем, бәлкім үйленбеспін. Оның барлығын Аллахқа тапсырдым. Менің ол дүниелерді шығарған кездегі өзімді мусор сияқты сезініп қалуым болды. Менде білмеймін, защитный реакция болды. Мүмкін сенің сәл ойланбай істеген әрекетің шығар бұл. Бәлкім. Егер сенің мысалы саған берген қаламалды тартып алмай, кәдімгі дүниеңді беріп, барлығын осылай дөңгелек стол сияқты отырып сөйлесіп, солай ажырасқаныңда мүмкін ондай болмас па еді? Иә. Өйткені бізде мүлде сөйлесу болған жоқ қой менің мамам. Просто сөйлескен сайын ұрысып қала бердіңіздер. Ұрысу, мүлде сөйлесу болған жоқ. Менің мамам, мен больницада жаттым, ең бірінші бала түскен кезде, сол кезде киімдерімді алып кетуге барған кезде, тіпті менің мамамды завордан кіргізбей қойған. Хотя қанша 28-29 күн бұрын ғана құдағи болды ғой бұл кісілер. Ол кісілер болса завордан да кіргізбей, мамамның киім-кешегімді алып кетемін деген газелін бәрін пустой қайтарып, видеоларында салдым. Өте ауыр сөздер айтып, мамамды ит қылып шығарып салған. Ертесі күні өзім бардым. Звондадым больницадан шыққаннан кейін, мама осындай киімдерімді алып кетейін деп едім. Маған бүткіл алтынды алып кеткен, и киім-кешекте 3 адамға алтын салды ғой. Сол 3 алтынымды и 3 көрпешемді әкеп берді деді маған. Сонымен мен не істеймін? Бұл соңында ма? Жоқ, ең басында бір айдан кейінгі уақытта. Сонымен мен не істеймін? Бардым. Аяғымда домашний шлюпка, больницадан қалай шыққам, үстімде махровый халат, дәл солай ауыл берекеге барып, алтын алған жеріне алтындарын алып, қайтарып бердім. Тағы сол кезде күйеуімнен 500 мың алды. Ол ненің ақшасы мен түсінбедім. 2 сағат мені далада тұрғызып қойып, бүткіл әулеті жиналып алған. 2 сағат мен далада тұрғызып қойып, шықып, ауыздарына келгенде айтып, и бүткіл киімім түгел деген расписка жаздырып, в общем, солай жұлқып, чемоданның бәрін тартып, жұлып, и күйеуімді бір бұрышқа тығып қойған, туып таста кеткен мамасы. И айтады, мынау әйеліңнің қазір бір затын көтеретін болсаң, мен қатынды жұлам дейді. И бұл маған заявление жазады, мен бұған жазам, сосын екі ортада сенің жұмысыңа зиян болады деді. Күйеуім тұр, темекі шегіп, как будто ит сияқты мен ана жерде өзім киімді өзім сүмірейіп көтеріп шықтым ғой. Сол маған өте ауыр болды. Бірақ күйеуім қасымда болғаннан кейін күліп ойнап жүрдім. Каждый день жазғанына мен умирать ете бастадым, өйткені анау тәуіпке барсай, балам анау бүйтіп айтты ғой, анау сөйтіп айтты ғой, балам бүйтсей, ана қатын таста, оның ана жері алтын ба, өте ауыр сөздер, өте жаман сөздер жазылды. Представляете, мысалы, күйеуіңмен ұйықтайын деп жатырсың, а каждый день сен сондай голосовый естисің. Түрлі комментарияларды өзі бастады жазып. Сонда ол голосовой сообщенияларды саған күйеуің өзі тыңдатты ма, әлде сен арып тыңдадың ба өзі? Қасында жатам ғой. Сол кезде естисің. Иә. Соны естимін, содан кейін өзіме жіберіп алып отырдым. Барлық нәрсені. Ол сен күйеуің рұқсатымен ба? Жоқ. Өзім, өйткені біз екеуміз бір адамбыз. Сол себепті мен өзіме барлығын жіберіп алып отырдым. Бірақ ажырасып кетем деген ой болған жоқ. Мүлдем.
Олар не үшін жіберіп алу негізі? Білмеймін, факт ретінде ма жинаған шығармын. Ешқандай ой болған жоқ, бірақ ажырасам деген мүлдем миыма кіріп шыққан жоқ. Ажыраспас үшін мен ойладым, бірінші айда қуып жіберген мүмкін түсінбей қалған шығармыз. Ол кісі мен оған үйренісе алмай қалған шығармыз деп. Сол себепті мен екінші рет бардым. Екінші ретте сол дүние қайталанды. Мен күйеуіме айттым, сен жұмысыңды басқа қалаға ауыстырайық, бұл қаладан кетейік. 1 жыл өтсін, мейлі 1,5 жыл өтсін. Мен саған мамаңды тастап кет деп отқан жоқпын, өзі қуып отыр ғой, ақыры кет деп. Күйеуіме өгей баласың сен, мен сен сол роддомнан бекер асырап алдым деген сөздері де бар. Барлық диктофон менде тұр. Солай айтылды. Соған күйеуіме айттым, бөлек кетейік, екеуміз үй алуға әрекет жасайық, ипотека үй алайық, бірге барлығын жасайық деп. Жоқ, ондай болмады. Содан менде хорошо. Өзі айтты маған, ажырас деп, ажырасуға бер болды деді. Мен 2 аптадай күйеуімді күттім, жоқ болды. Сосын разводқа бердім. Разводқа берген күні келіп, болды қояйық барлығын деді. Уже ол кезде мен 2 апта ойландым. 2 апта келер деген ойым болды. Өзім дайындадым. Содан кейін ғана разводқа бердім. Қазір енді сол развод неге до конца бармады? Бірінші мен берген кезде ол адам барып қол қоймаған, сонымен заморозка болды. Өткенде мен барып бұл берді, сонымен мен барып берейін деп ертесі барсам, қол қойын деп барсам, мейрам болып қалды, сонымен соны жұмыс жасамайды, сонымен тағы қалып қалды. Әйтпесе уже бізге мен талағымды алып қойдым. Бұл некенің бізге маңыздылығы жоқ. Екеуміз бір-бірімізді бәлкім жақсы көреміз. Жақсы көрмеймін деп айтқанмен де мүмкін бір естеліктер бәрібір ішіңді түртіп тұрар. Бірақтан да уже қорғай алмаған ер азаматтан мен болашақ күтпеймін. Себебі ол мен ер азаматым, мен оны таңдап тұрмысқа шықтым. Отбасын бәрін тастап, соның разылығы үшін, анасының разылығы үшін еңбек еттім. Ал оны бағаламаған ер азаматым, оны көрмеген нәрсені мен ары қарай дәлелдеп еш нәрсе істегім келмейді. Қыз баласы үйленгенде только күйеуіне сеніп үйленеді. Соның поддержкасы бүткіл әлемді қопаруға соның поддержкасы жетеді. Ал сен өзің жалғыз өзің күйеуің енең қас-қабағына қарап отырса, енең саған былай қарап отырса, сен өзіңді бір тастанды адам сияқты сезінесің. Или бір нянка, сойылды хозяйка. Қиын ғой негізі қыз баласын дүниеге әкелгім келмейді, білем. Ол болған дұрыс. Ұлымды егер болашақта ол беретін болса, өте мықтылап тәрбиелеп, қызды қалай сыйлау керек, қалай бағалау керек. Бірақ ол баланың қабылдайтын, қабылдамайтын санасына да байланысты. Білмеймін енді. Бізде енді қазақта мындай сөз бар ғой, атай неге не істеді, алдынан сол шығады деген. Иә. Ол жағын қалай ойлайсың? Мен одан пример алғанмын. Қазір ол нәрсені ашып айта алмайын, бірақ өзімнің ата-апам болды ғой, оның да келіндері болды. Ол кісілерге жасаған жамандықтарынан кейін апа-атамды біз бақтық. Атам қайтыс болғаннан кейін апам кәдімгі бала сияқты болып қалды. Кәдімгі памперс киеді, аузына блендермен өткізіп тамақ бердік. Солай қарадық, бізге батасын берді. Шүкір, сол апамның батасының арқасында біз бәлкім осындай жақсы деңгейде өмір сүріп жатырғанымыз. Ал апамды солай ит қылған адамдар қазір жақсы өмір сүріп жатыр деп айтпаймын. Сол себепті міне мен қазір әңгіме айтқанмен, мен өзімді ақтап айтқанмен, мен барлығын істедім дегенмен, сіздер адамдар менімен тұрған жоқ. Енем де оны менімен тұрып көргенмен мойындамайтын шығар.
тек мен ниетімді, сол үйдегі ойымды тек Алла біледі да. Мен негізі ененің асты үстіне түсу, батасын алу, разылығын алу болды. Ал ол кісілердің ойы, мен дүние құмар, машинасы үшін үйленді, сол үйді өзінің атына аударып алғысы келеді деген нәрселер болды. Қай үйді? Енемнің үйін. Сөйтіп, үлкен кемпір апамыз сол енемнің үйінің документін алып өзінің үйінің сейфіне қойып қояды. Сол сейфте енем біз екінші рет барғаннан кейін бір үй алам деп шықты. Сонымен үйді сатуға қойдық. Сатуға қойған кезде бұлар бір-бірімен қырылып, мамасы мен қызы, енем мен үлкен енем екеуі бір-бірімен қырылып, бір-бірінің үстіне заявление жазып, сол бір документ үшін. Сондай болған. Негізі жалпы өздері сондай кошмар отбасы болды. Маған дейін, мысалы, сіздің келініңіз бар, енемнің келіні мен ба, салыстыру, мен істеген тамақпен, ой, мен кімдай, сондай, өте сондай нәрселер көп болды. Негізі үйлене сап тойдан кейін ертесі-ақ бір қырылыстың ұшы шықты, бірақ мен шындықты күйеуіме айтып бердім, сонымен енеме айттым. Енем барлығы үндемей қоя салды. Солай қиын болды. Мен қоймаған сұрақтар болуы мүмкін. Сен өзің айтқың келген дүниелерің болса айтсаң болады. Айтқым келген дүниелер. Ішінде қалып қалған. Енелерге айтқым келеді. Ол қыз біреудің баласы, әлпештеген, аялаған. Ол қыз сіздерді бақытты етем, және өзім де сіздерді бақытты ете отырып, өзім де бақытты болам деген мақсатта келді. Сол себепті өз қыздарыңыздай қарап, сіздер оған үйретіп жіберсеңіздер, қызым бұлай болады деп қателігін жақсылап түсіндіріп айтсаңыздар, резко қуып жібермей, немесе балаларыңыздан ажыратып алмай, сонда екі отбасы бақытты болады. Өйткені қыз баласына өте қиын. Сіз де анасыз, ене, мысалыға, сіз де біз сияқты қыз болдыңыз, біз сияқты келін болдыңыз. Сол себепті өзіңіз сияқты көріп, қызыңыздай қарап, білмегенін үйретіп, тәрбиелесеңіз, кез келген қыз өзінің күйеуі үшін, өзінің болашақ балалары үшін, өзінің ата-анасына сөз келмес үшін сіздің тәрбиеңізге көнеді. Егерде кет, немесе ажырас деп неше түрлі боғау сөздер айтып, түрлі осындай Инстаграм, ТикТокпен қорқытатын болсаңыздар, онда түбі жақсылыққа апармайды. Мысалы, мен қанша жыладым, менің де көз жасым бар. Бәлкім ол кісілер де менің істеген істерім үшін жылап отыр. Олардың да көз жасы бар. Бұл жерде ешкім ұтпайды, ешкім ұтылмайды. Ол енем ұтуы мүмкін, себебі оның мақсаты ажырату болды ғой. Бәлкім мен ұтылдым, бірақ ары қарай Аллах өзі шешеді. Айтады ғой, екі адамды ажыратқан адам жұмақтың иісінде иіскемейді деп. Менің ажырасуым только енем, қайынәпкем, қайынағам, соларды кінәлаймын. Қайынәпкем де өзі бір үйдің келіні, дым болмағандай өмір сүріп жатыр. Өмір алда ғой. Мысалы, енемнің қандай болған, келесі келіндер қандай болғанын естиміз, көреміз. Бірақ білмеймін енді. Басы істейтін қыз тұрмысқа шықпайтын шығар. Түсінікті. Сенің инстаграмыңа кірсек, тек қана сол ажырасу, видеоларың, жылағаның, сұрақтарға жауап беру, бәрі ойшым ажырасу туралы темалар, стористарың барлығы. Болашақта сенің оқырмандарың Донияның сторисынан не көреді? Жалпы енді бұл церемония барлығы бітеді ғой, бір күні, бір-екі апта может талқылануы мүмкін. Болашаққа не жоспар? Болашаққа жоспар көп, мен барлығын айтпай қойын, аузымды толтырып, істеп жатқан істерім бар. Оқымады деді ғой күйеуім, енді оқимын. Өйткені керек маған, блогерлік мәңгі емес, мен оны білемін. Ер азаматқа да сеніп өмір сүрмеу керек.
оқырмандарыма қазір енді ауқымды тема болып жатқаннан кейін барлық сұрақ, барлық әңгіме сондай ғой. Бұрын күнделікті өмірімді, не істеп жатырмын, қайда барып жатырмын, қандай пайдалы істер бар, қайырымдылық, сбор ашып кәдімгідей ақша жинап солай көмектесетінмін. Енді болашақта білмеймін, бірақ бұл темада өледі, уже өліп жатыр. Енді астарлы ақиқаттан кейін қайттан шулап кетті ғой. Бұл да 1-2 ай максимум, содан кейін бұл да қоя алды. Одан кейін тек қана өзің блогерлік тірліктерің ба? Только жақсы нәрселер. Ешкімге ешқалай совет бермеймін, өйткені қазір қыздар сұрайды. Бұрын тұрмыста кезде айтатын, қандай нәрсесіне қарап үйлену керек, қандай болу керек. Қазір мүлде айта алмаймын, өйткені өзің ер азаматында қанша жыл жүрсең де танып білмейсің. Үйленгеннен кейін басталады барлығы. Сен болашақта осы Алматыда тұру ойында бар, Иә, бұл Таразға мүлде бармаймын. Қонаққа болмаса, Таразда смысл жоқ. Өйткені өзім үйіме таксимен барсам да, автобуспен барсам да, жаяу жүрсем де, общем, күнде ол адамдарды көрем. Өйткені маған уже қысылам, маған душно кәдімгідей. Сол себепті ешкімді көргім келмейді. Болашақта психологқа бару ойында жоқ па? Енді өзің үшін, да? Күйеуіммен тұрып жүргенде психологқа бардым. Өзі тауып берді, күйеуім психологта. Бардым. Ол адам менің жағдайымды естіп, өзі жылап. Қалай сен тұрып жатырсың? Лучше ажырасып кетсей деген маған ақыл айтты. Қазір білмеймін. Қазір психологпен жұмыс жасайтындай менде ештеме жоқ. Депрессия жоқ. Мен өйткені айтып тұрмын ғой, бұл нәрселерді енемнің үйінде тұрып жүргенде барлығын көріп тастадым ғой. Уже постепенно хорошо өзім дайындадым. Дайындағанда уже как-то бәрібір сияқты болып кетті. Ал уже соңғы нәрсе күйеуімнің сөзі уже бізді толық ажырасуға әкелді. Және көп оқырмандар сұрақ қойып жатыр, бәлкім қосыларсыз, бәлкім бұндай болар. Жоқ, мүлдем. Қандай жағдай болса да, ол адаммен қосыла алмаймын. Маған өткенде Таразға барғанда да қосылайық деп айтты. Жоқ. Бітті бізде бәрі. Тоня, саған рахмет, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңе. Енді болашақта өміріңде барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Саған тек қана сәттіліктер тілеймін. Болашақта енді өзіңе бір қалайынан өзіңе бір тура келетін ер азамат жолығады деген ниетім бар. Құрметті көрермендер, бүгін сіздің сұхбатымыз енді аяғына жетті. Дұрыс емес, ол жағын өзіңіз комментарийға жазасыз. Бұл Доняның өмірі. Біз енді қалай бар солай жеткіздік. Бұл сұхбатты жасау барысында негізі ешкімді жамандау, біреуді қаралау мақсат болған жоқ. Қалайынан айтты, солайынан кетті. Еш жерін қырқан жоқпыз. Қалай түсіріп солай саламыз. Сол себепті аман болыңыздар. Мочонский шын жүректен сіздермен бірге келесі коммент сұхбат жасай, комментарийға жазыңыздар. Мен барлығын оқимын.